Tamam dursa, kalgan düşmek gerek. Ошондо 3 kişinin ömrünü saklap kalabыз. Ата, мен қалам. Қармап тұрам, шыққыла батырақ. Зарина, не тұтасың қызым? Сен жашашың керек, сен жашсың қызым. Сен тұрмышқа шығып балалы болышың керек. Сен әдістілі бізді бағып келесің. Мен қалайын. Жоқ, Света. Балдар апасы жоқ қамшы жасамағылы. Балдар жұмыстан шаршап келгенде аларға тамақты кім жасап береді? Андан көрек мен қалайын. Не ұшықпайсыңар? Мен сілерге керегім жоқ бұл. Ушың барын баштаған өзіңсің. Сен барына сен күнелісің. Қандай чапы? Атаң деген. Өзім айтып берем, Света. Балам өкің, жоғылып берген ақшаны біз мошенниктерге алдырып егеміз. Оғызуызды ашып. Света. Немаға сразу айтқан жоқсыңар, я. Сілер ептеп тапқан ақшаны орнына қойып қойып айталы дегенбіз. Ата, апа, это же всего лишь деньги. Қарағылайшы, сілер алдаған үшін қандай проблемада отырамыз. Біз ғой мейлі мо, байқұш бөлімді емне күні. Көте кешіріп қойшы, біздің елі сойы білімізді. Мақұл кешірейін. Бұл бөлің емес, Зарина. Қандайша, кеманда? Бұл жаңағы біздің ақшаны ұрдаған мошенниктердің біреусі. Ұшын айнан болу анат ұшының бары. Сілер түше бергілі. Мен қалайын. Бар мен үшін болды. Бірақ анда емес. Мен қанша жылдан бері жалғыз жүрдім. Бірақ сілердің өміліңері кезіккенден бері өмілің барқын түсіндім. Сілер бір-біріңерін қараған көз қараштарыңыр. Сүйіңер, меріміңер. Болды, түсіндік. Моғын қатырақ қырма. Света, Зарина, бұл ойланып кетірек деп түшкіл етірек. Так, Сико, ақырында бесікті ашып қараш. Абайлаш. Қозғалыңдар, қимылдамаңдар. Равновесияны ұстау керек бұнда. Не істейміз? Тоқтаңдар. Бір адам ручник ұстау керек, мақтап. Сонда 3 адам тырғалады. Басқа амал жоқ. Онда мен қалайын. Сіздер шыға беріңіздер. Қымбат, сен есің дұрыс па? Сен әлі тұрмысқа да шыққан жоқсың. Сенің өмірің алдыңда ғой, балам-ау, жаным-ау. Мен қалам. Катя, Катера, сен өлсең балаларға кім қарайды? Болды. Өзім қалам. Үндемейсіңдер ма? Тоқтатпайсыңдар ма мені? Мен керек емес болсын сендерге? Осының бәріне сен кінәлісің. Мам, ол әдейі істеп тұрған жоқ қой. Мен бұл туралы айтып отырған жоқпын, ақша туралы айтып отырмын. Тоқта, өзім айтам. Қызым, біз мамаң екеуміз... Нені қатыстырма. Анасыма! Қимылдамаңдар. Иә, мен кінәлімін. Сендердің ақшаны мен мошенниктерге ұрлатып қойдым. Қалай ұрлады? Неге бірден айтпағансыздар? Айта алмадық. Үй алдық. Сендер қанша уақыт бауырың екеуің ақша жинадың. Ал мен болсам бір-ақ күн даярлық балдым. Енді ол жай ақша ғой, папа. Сіздерден артық па сол? Сол айтпағанның кесірінен мына жерде өлейін деп тұрмыз. Бөлемді обал. Түк қатысы жоқ. Сико, сен кешірші бізді. Я жарайды, кешірдім. Ол сенің бөлең емес, қымбат. Ендігі мен. Мен алдаған мошенник осы. Кешіріңдерші. Осының бәрі. Мен кінәлімін. Өзіме қала беремін, сіздер шыға беріңіздер. Міне, азаматтық кінәсін мойындаған жігіттік. Кінәлі болған кейін қалай деп тұрған жоқпын. Өмірде ешкімге пайдам тимен екен. Ең болмаса сіздерді аман алып қалайыншы. Отбасым болмаса да сіздермен бірге отбасының не екенін түсіндім. Рахмет сіздерге. Иә, оны түсіндік қой. Онда сен ручникті мақтап ұста. Жіберме, жарай ма? Сен жақсы адам дейміз, қарыз емессің. Сені кешірдік. Топырағың торқа болсын. Жанат бұйырсын саған.